Ассалаумағалейкум, эфирде Қазақстан жаңалықтары, студияда Талғат Дүйсенбек. Бүгін тамыздың 17-сі сәрсенбінің басты оқиғаларымен таныс болыңыздар. Далинкадағы колоннадан қашқан үшеудің екеуі қолға түсті, ал бостандықтағы үшіншісі журналистерге шығып, түрмедегі қысымға шыдай алмағандарын мәлімдеді. Халық майданы блогының белсендісі Жанболат Мамай 10 күнге абақтыға жабылды. Жас саясаткерді Ақтаудағы әуежайда ұстаған. Шымкенттегі әскери бөлімде 50 сарбаз тамақтан уланып қалды. Әскери прокуратура тексеру жүргізіп жатыр. Қарағанды облысындағы АК-159-да 20 қоныс колониясынан қашқан жазасын өтеуші үшеудің екеуі ұсталды. Олар қазір тергеу абақтысында, ал бостандықта жүрген Ерсайын Байқатов болса, бүгін журналистерге өзі хабарласып, интернет арқылы түрмеден қашуға не себеп болғандығы туралы баяндап берді. Байқатов пен қарағандылық тілші Саят Сабдалы сұхбаттасқан еді. Компьютер мониторындағы бейнеде Балқаштан қоныс колониясына 1 жыл бұрын ауысқан Ерсайын Байқатов. Оның айтуынша қоныс колониясындағы жағдай адам төзгісіз, ұрат, соғат, ар-намысқа тиетін әрекеттер жасап, ішкі тәртіптің бұзылуына итермелейді. Теперіш көрген жазасын өтеушілер шағым жазбаған жер қалмапты. Алайда ол шағымдар қоныс колониясының кеңсесінен аспайды. Керісінше сол арызды басшылық өздеріне әкеп тұрып, жазғандарды айып абақтысына тоқтады. Түрмеден қашу себебін Байқатов осымен байланыстырады. Олар біз отырған бөлмеге басып кіреді де білгендерін істейді. Газ баллондарымен тұншықтырады, ұрады. Тамағымызға ішек күзетін дәрі беріп, өздері соны тамашалап тұрады. Қолдарымызды кісендеп төсекке таңып тастайды да бізге арыздарымызды көрсетеді. Байқатовтың айтуынша түрмеден қашуға оларға қоныс колониясының қызметкерлері көмектескен. Арнайы темір кескіш сайманды әкеп берген үшін Әлиханов атты қызметкерге 2000 теңге бердік дейді ол. Помогли нам дежурный помощник начальника колонии. Бізге колонияның бастығының көмекшісі Ерлан Алиханов және Бектас атты бақылаушы көмектесті. Олар темір кесетін сайманды беріп тұрып, осы құралмен қашып шыға алатын болсаңдар жарадыңдар деді. Сосын бізден 2000 теңге ақша алды. Ол ақшаның нөмірі менде жазылған. Оны мен тергеушілерге көрсете аламын. Записан, это я сообщу правополномочным органам полностью. Облыстық прокуратура бүгін өз ісіне салғырт қараған колонияның бірнеше қызметкерінің үстінен қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. За халатное отношение к своим должностным обязанностям в отношении сотрудников данного учреждения специальным прокурором возбужден. Өз ісіне салғырт қараған үшін арнайы прокурор колония қызметкерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғады. Ал ұсталған екеу қазір түсініктеме беріп жатыр. Олар ішкі тәртіпті бұзған үшін жалпы режимдегі колонияға қайта жіберілуі туралы қалалық соттың қаулысы шыққан болатын. Олар бұл шешіммен келіспей облыстық сотқа арызданды. Қазір облыстық сот бұл шешімнің қаншалықты негізді екенін қарастыратын болады. Они законно возвращены в места лишения свободы или нет? Прокуратура әзірге түрмеден қашу себептеріне қатысты тұшымды жауап бермей отыр. Барлығын тергеу жұмыстары анықтайды дейді олар. Ал Ерсайын Байқатов болса, бостандыққа шығуға жарты жыл қалғанда мұндай әрекетке бару негізсіз емес деген далға тартады. Шыданның шегі біткесін, қоғам назарын елдегі қылмыстық атқару жүйесіндегі былыққа аударудың жалғыз жолы осы болды дейді ол. Байқатов осы сұхбаттан кейін полиция қолына өз еркімен берілетінін айтты. Саят Сабдалы, Сайлау Зекен, Қарағанды, Қазақстан. Бұл уақытта бүгін Ақмола облысы Гранитный түрмесінде тіркелген бүлікке қатысты сот басталды. Сотталушыларға қарсы сотқа Стан ақпараттық бейнепорталының түсіру тобын кіргізген жоқ, бірақ басқа да журналистерге рұқсат берілді. Алғашқы сот отырысында сотталушылар түрмедегі ауыр жағдайды, әсіресе азаптау фактілері туралы баяндаған. Түрмедегілердің құқығын қорғаушы Вадим Курамшиннің мәліметі бойынша сотталушылардың бірі колония қызметкерінің өзіне зорлық көрсеткенін жылап тұрып баяндаған. Сот басталған сәтте қорғаушы жақ отырысқа қатысам деушілердің бәрін сотқа қатысу туралы өтініш түсірді. Судья оны қабыл көріп, сот отырысын тамыздың 23-іне белгіледі. Хабарымызды жалғастырамыз. Шымкенттегі 65-06 әскери бөлімшесінің 50 сарбазы тамақтан уланып қалды. Әскери прокуратура осы оқиғаға қатысты тексеру жұмыстарын бастады. Кінәлілер әкімшілік жауапқа тартылады. Тақырыпты осы аймақтағы тілшіміз Мира Іңкәр тарқатып айтып береді.
65-06 әскери бөлімшесінің басшылары болған оқиға жайлы әскери прокуратураға араға 2 күн өткен соң ғана хабар берген. Әскери прокуратураның мәліметі бойынша 14 тамыз күні тұтас бір қоғамдық тәртіпті сақтау батальонының 50 сарбазы іштері өтіп әскери дәрігерлерден көмек сұраған. Олардың 4-еуінің жағдайы ауырлауына қатысты қалалық ауруханаға жатқызылыпты. 50 адамдай ол күні шағымданған. Осы бап бойынша алдын ала тергеуге дейінгі тексеру жүргізіліп жатыр. Тексеру қорытындысы бойынша, егер кінәлілер анықталатын болса, кінәлі деп табылатын болса, 65-06-ның лауазымды тұлғалары болмаса жаңағы жауапкершілігі шектеулі серіктестің кінәсінен болатын болса, ол туралы сіздерге қосымша хабарлаймын. Қоластындағы сарбаздардың жаппай улануына қатысты бөлімше командирі генерал-майор Шерімхан Шанбаев нақты ақпарат беруден бас тартты. Әскери басшы дүрлігетіндей оқиғаның жоқтығын айтады. Ничего там такого нет, уже вы после драки, да, приходите на это. Драка уже давно закончилась. Вот это отравление ваше, которое называется. А сколько человек, когда это было? Да не могу я вам такую информацию давать. И выключите свой диктофон. Әскери бөлімшенің сарбаздары да болған оқиға жайлы тіс шара қоймауда. Отравлениеге ұшырап дейді ғой, не жеген сонда? Жағдайлары ауырлаған 4 сарбаз қалалық жұқпалы аурулар ауруханасына түскен. Науқастарға жедел ішек инфекциясы диагнозы қойылғаны белгілі. Қазір жағдайлары орташа деңгейде. Науқастар сарбаз асханасынан келки консервісін жеген екен. Дәрігерлер әскерилерді жаппай тексеруге алу керектігін айтады. Өйткені жабық жерде инфекция тез тарайды деп отыр. Қаладағы әскери бөлімше 65-06 бөлімшесінен түскен шағымдар дене қызуының көтерілуі, іштерінің бүріп ауырып 7-8 ретке дейін өтіп, 4-5 ретке дейін құсулар болған. Тазалық гигиенасын сақтамаған кезде де болады, көбінесе қолдарын жумаса, жеген нәрселерін жумаған кезде, и тамаққа микробтардың осы күн ыстық кезінде түскеннен де пайда болады. Әзірге оқиғаға қатысты прокурорлық тексеру басталды. Кінәлілер әкімшілік жазаға тартылады, дейді прокурорлар. Айта кететін бір жай, дәл осы әскери бөлімшеде өткен жылы ғана жауынгерлер жаппай қызылша ауруына шалдыққан болатын. Мейрам Кәр, Ильдар Жүнісқанов, Шымкент, Қазақстан. Сіз Қазақстан жаңалықтарын көріп отырсыз. Халық майданы блогының белсендісі Жанболат Мамай тұтқындалып 10 күнге абақтыға жабылды. Жас саясаткерді сейсенбі күні кешкісін Ақтаудағы әуежайда ұстаған. Куәгерлер оны тұтқындауға 6 көлік полиция келгенін баяндады. Азамат қоғам өкілдері бұны биліктің әдейі ұйымдастырған әрекет деп отыр. Толығырақ тілші жалғастырады. Жанболат Мамайға $100 көлемінде айыппұл салынып, 10 күнге абақтыға жабылды. Оны 16 тамыз күні кешкі 8-де Мәскеуден Ақтау әуежайына ұшып келген сәтінде полиция ұстаған. Жанболатқа қарапайым киінген бірнеше адам келіп, тез-тез тіл қатысады. Сосын оның қолын қайырып, машинаға салып, алып кетеді. Алайда күшті құрылымдар сол күні Мамайдың тұтқындалған жоққа шығарумен болды. Сәрсенбі күні түсте ғана облыстық ішкі істер департаменті ресми ақпар таратып, не үшін тұтқындалып, қандай жазаға тартылғанын хабарлады. Алайда негізгі айыптау рұқсат етілмеген митингке қатысты болғанымен, қандай митинг екені көрсетілмеген. Қоғам қайраткері Болат Атабаев бұны Мамайдың қоғамдық саяси іс-әрекеттерімен байланыстырады. Жанболаттың өзінің таңдауы болды. Халық майданына кіріп, мұнайшыларды қостап, солардың сөзін сөйлеп, соларға көмектесу, оның қазіргі ұстанымы. Қандай бір көмегім болады деген ойда жүрген жігітті әдейі ұстап қамап отыр, басқаларына көрсету үшін. Айта кетейік, Жанболат Мамай Мәскеудегі Қазақстан елшілігінің алдында жексенбі күні Маңғыстаудағы ереуілдеуші мұнайшыларды қолдау шарасына қатысып, содан қайтып келе жатқан беті болатын. Азамат Есберген, Дәнеш Байболат, Виктор Гудз, Қазақстан. Бұл уақытта бүгін Ақтау сотында мұнайшылардың кәсіподақ белсендісі Ақжанат Әменовтің ісіне қатысты кезекті сот отырысы болып өтті. Өзенмұнайгаз компаниясының ереуілге шыққан жұмысшыларының жетекшісі Әменовке әлеуметтік араздық туғыз деген күдік келтіріліп отыр. Оған қолдау көрсету үшін Жаңаөзеннен бір топ мұнайшы Ақтауға арнайы келді. Әменовтің ұсталғанына 3 айға жуықтады. Әріптестері мен туыстары оның денсаулық жағдайына қатты алаңдайды. Әменов сусамыр дертімен ауырады. Бұған қоса мұнайшылар істің саяси астары бар екеніне сенімді. Менше қысым көрсетілгендік себебі өзде белгілі ғой,
жаңағы қолға наручник кигізіп, сондай бір қатал қылмыскерді кіргізгенде қылып Ақжанат Әминовті кіргізді сотқа. Ол кездің тіпті былай қарағанда ешқандай да қылмысы жоқ бұл жерде. Бұл тіпті бір ғана полицияменен ғана еріп кіретін сот ғой. Ана жерде дейтіндер бәлен полиция. Бір адамға 2 полициядан келді. Сәрсенбі күні кешкісін Ақтау соты кәсіподақ белсендісі Ақжанат Әминовтың ісі бойынша шешім шығарды. Бұл туралы толығырақ тілшіміз Дәнеш Байболат Ақтаудан телефон арқылы соңғы мәліметтерді баяндап береді. Бүгін мемлекеттік айыптаушы судьядан жауапкерді Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 334 бабының 2 тармағы бойынша жауапқа тарту сұрады. Бұл бап ұйымдағы тәртіпті бұзғаны және шеру пикет ереуіл өткізгені үшін жауапқа тартуды қарастырады. Прокурор Әминовті 1 жыл шартты түрде соттауды және 2 жыл сынақ мерзімін белгілеуді сұрады. Түстен кейін жалғасқан сот отырысында судья прокурордың сұрауымен келісті. 1 жыл шартты мерзімге сотталған Әминов сот залында босатылды. Тек енді ол 2 жыл бойы бақылауда болады. Оған рұқсатсыз мекенжайы мен жұмысын ауыстыруға, басқа жаққа кетуге тыйым салынды. Ал ең бастысы, Әминовтың енді көп адамның басы қосылған жерге баруына құқы жоқ. Дәнеш Байболатов, Ақтаудан. Ал бұл уақытта Қазақстанның социалистік қозғалысы мүшелері абақтыда жатқан тағы бір кәсіподақ белсендісі Наталья Соколованы босатуды талап етеді. Осылай деп ұран көтерген олар бүгін Алматыдағы Нұр Отан партиясы ғимараты алдында акция өткізді. Алайда оларды әдеттегідей полиция күтіп алды. Мы собрались именно здесь, у этого избитого долбанного места, у офиса Нур Отана. Потому что это представительство позорной президентской партии, позорного президента с его позорной политикой. Қозғалыс белсенділерінің айтуынша, бұл биліктің бассыз әрекеті, яғни өз құқығын қорғандардың бәрі ертең осындай күйге түседі деп есептейді олар. Осының сипаты ретінде олар мойындарына шынжыр мен құлып іле келіпті. Бұл арқылы белсенділер алдағы уақытта құқығын қорғап, әділетсіздікке қарсы шыққан адамдар шынжыр шығыршығы ұқсап тізбектеліп түрмеге түседі дегенді білдіреді дейді. Алайда партия ғимаратына Наталья Соколованың бейнесі бедерленген футболка киген қозғалыс мүшелерін полиция алып кетті. Адам құқықтары мен заңдылықтарын сақтау жөніндегі Қазақстан халықаралық бюросы Наталья Соколоваға шығарылған сот үкіммен келіспейді. Бюро мұнайшылардың белсендісін қамаудан босатып, Маңғыстау облысындағы жағдайды зерттеу керектігін талап етті. Бұл туралы бюро таратқан мәлімдемеде айтылған. Халықаралық ұйым Маңғыстау мұнайшылары ереуілінің шешім табудың орнына ушығуының себебін жіктеп жазады. Атап айтқанда, бұл ретте мәселенің реттелмеуіне жергілікті биліктің, полиция, прокуратура секілді құқықтық мекемелердің өз ісінің деңгейінде атқармағандығы себеп дегенді тоқталады. Ал Соколоваға қатысты сот отырысында қорғаушы жақтың өкілдері тыңдалмай, істің ат үсті қаралғанын айтады. Сондықтан Соколоваға әлеуметтік араздықты туындатты деп тағылған айыппен кесілген үкімнің дұрыстығына күмәнмен қарап, заңгерді қамаудан босатуды, оны ақтауды талап етеді. Ал халықаралық бюро мүшелері 6 жылға бас бостандығынан айырылған Соколованың сотты болуына билік мүдделі болды деп есептейді. В принципе, с самого начала было предельно ясно, что... Әубастақ мұның саяси астары бар екені түсінікті болды. Айталық, біріншіден билікке мойнына бар кінәні ілетін бір адам берік болды. Екіншіден, Соколованы түрмеге жабу арқылы өзгелерге ереуілдесе қандай қиын болатынын түсіндіру керек болды. Яғни, кім өз дегеніне қайтпаса, өз құқығын қорғауға талпынса, осылай болатынын көрсету. Міне осындай жағдайда Наталья Соколова дәл келетін адам болды. И в данном случае Наталья Соколова оказалась вот... Кәсіподақ белсенділері жазаланып жатқанда, Өзенмұнайгаз басшылығы ереуілдегі мұнайшыларды жұмыстан шығаруын үдете түсті. Кәсіпорын басшылығы жұмысқа келгендерге кешірім болады деп айтқанымен, амалсыз жұмысқа оралғандардың өздеріне қол қойдырып, ереуілге қатысты деген бап бойынша шығарып жіберген. Мұнайшылар қоғам алдында көпе көрінеу жақсы атты болғысы келген басшылық шын мәнінде бәрін алдап шақырып алып, жұмыстан кетті деген қағазға қол қойдырып алады деп шағымданды. Ерболат Сатыбаев кәсіпорын басшылығының жұмысқа шыққандарды қабылдаймыз деген уәдесіне сеніп барғандардың бірі. Өзенмұнайгаз өндірістік филиалына қарасты мекемеде оператор болып істеген, оны расында да жұмысқа қабылдаған. 25-іне шейін кешірім беріледі деп айтты ғой өздері. Июльдің 25-іне шықсаңыз кешірім беріледі деді. Мен шықтым сол кезде. Сосын 10 күнде істедім, содан кейін босатып жіберді жұмысты. Не себеппен?
Сол ереуілде болған үшін, ереуілге қатысқан үшін деп босатып жіберді. Жалпы мекемеде қысым көрсетіліп жатыр ғой. Кезекті еңбек демалыс дейді, отпуск, соны бермей жатыр. Басқа да қысымдар көп, жұмысқа қайтып шыққандарға. 54 жастағы Миязберген Құдайбергеновке 3 ай ереуілдеген соң жұмысқа қайтуға мәжбүр болған. Отбасында жалғыз өзі жұмыс істейді. 3 баласының үлкені әлі студент. Ай сайын 35 мың теңге несиелік қарызын төлеу керек. Бірақ Өзен мұнайгаз басшылығы осында 27 жыл істеген мұнайшыны шығарып жіберген. Аделкада танысу деген қағаз берді. Оқыдым да түсінбедім, қол қойдым. Сосын Аделкада мені трудовой ұстатты қолға. Жұмыста шығайын ойым жоқ еді. 3 балам бар, бір әйелім бар. Өзен мұнайгаздың иесі Қазмұнайгаз басшылығы жергілікті телеарна арқылы ереуілді тоқтатып жұмысқа шыққандарға кешірім болатынын айтады. Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының директоры Кекбай Ешманов ереуілдегі 800 адамды әлі де жұмыстан шығармағандарын, келгендерді қабылдайтындарын айтып ант су ішеді. Міндетті 800 адам жұмысқа шықпай тұр, жұмыстан шығарылған жоқ. Шығарылған жоқ жұмыстан. Жоқ, шығарылған 400 адам. Түсіндіру жұмыстарын үйлеріңе барып айтып жатырмыз. Жұмыстан шығып кетесің деп айналайын, жұмысқа шық дегеннен басқа артық әңгіме айтқан жоқпыз. Ал жұмысшылар ақшасымен бірге амалы таусылып барған жұмысшыларды кәсіпорын басшылығы түрлі амалмен қорлап, жұмыстан қуып жатқанын айтады. 5-6 ой босатады, әр мекемеден. Алдап шақырып қол қойды. 3 айдан асып бара жатқан мұнайшылар ереуілі көпшілігінің жүйкесіне тиіп отыр. Жұмысқа шыққандар аз да болса арамызда бар дейді мұнайшылар. Бірақ басым бөлігі бір-бірімен қолында барымен бөлісіп, ақырына дейін баруға бел шешкен. Ал жақсы. Қазір 2 сағаттан кейін тағы да шай қайнатып беріп жібереміз. Ал шыдай тұрың, енді шыдайсың. Азғантай уақыт қалды. Жеңіске жетеміз деп жатыр. Командамыз келгенше. Ал. Дәнеш Байболатов, Өркен Бейсенов, Бауыржан Адырасов, Виктор Гуц, Қазақстан, Жаңаөзен. Жұмыс беруші мұнайшыларды жұмыстан шығарып жатса, мұнайшылар билік партиясының қатарынан шығып жатыр. Нұр Отан партиясының Маңғыстаулық филиалы Жаңаөзендік 500 мұнайшының партия қатарынан шығу туралы ұсынысын қарап жатқанын хабарлады. Мұнайшылар өтініштерін өткен аптада өткізген. Жүргізілген тексеріс барысында 503 арыздың авторы партияның мүшесі еместігі, 44 арызға қол қойылмағаны, 542 арызда мекен жайы аты көрсетілмей, тек ғана фамилиясы жазылғаны анықталды. Қазіргі уақытта филиал тегімен қойылған қолдардың сәйкестігін тексерумен айналысып жатыр делінген мәлімдемеде. Ал осы сәтте Нұр Отан партиясының Алматы қалалық филиалы халыққа жақындай түсу үшін шара өткізді. Халыққа жақын шарасына 5 депутат қатысты. Халықтың мұң-мұқтажын тыңдауға Камал Бурханов, Нұрлан Өнербай, Ержан Рахметов, Николай Троцкиймен бірге Тәңірберген Бердоңғаровтар келді. Олар негізінен ем іздегендер мен баспана мәселесіне бас қатырғандардың сөзіне құлақ тұрды. Олар алматылықтар жолыққан мәселені бірнеше сағаттақ шешуге уәде берді. Алдағы уақытта мұндай шара өзге өңірлерде де жалғасын табады деп күтіліп отыр. Ал ол кезде қордаланған мәселені шешуге өзге депутаттар келеді. Дегенмен халыққа жақындауды көздеген депутаттар Маңғыстаудағы мұнайшылар ереуілі жайында оның жалпы немен аяқталатын туралы тұшымды пікір айта алмады, себебі қазақстандық депутаттар ол жаққа табан тіремеген еді. Тіпті Нұрлан Өнербай ереуілдеушілердің жалақыдан өзге де мүдделері болуы ықтимал деп болжайды. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мысалға 230 жалақы алатын қызметкерлер неге онда ереуілге шығады? Ол сұрақ бізде толғандырады. Неге олар ереуілге шығады? Демек бұл жерде олардың көздеген басқа да бір мүдделері болуы. Мүмкін біреулер арасында арандатушы. Ушықтырып жүрген мүмкін әдейі содан бір ұпай жинағысы келіп, пайда көргісі жүргендер болуы мүмкін. Сондықтан бұның бүгінгі шегесіне дейін әлі де зерттелетін болар, анықталатын болар деп ойлаймын. 3 айға жуық уақыт Жаңаөзенде ереуілде тұрған мұнайшы Қанат Бейсенбаев өткен аптада әйелі мен әпкесін пышақтап тастағанын бұған дейін хабарлаған болатынбыз. Қазір мұнайшы психиатриялық диспансерде. Оның үстінен арыз беруден бас тартқан әйелі Тұрсынай Кереева ереуіл басталғалы мұнайшылармен бірге болған Бейсенбаевтың мінез-құлқы күрт өзгергенін айтады. Тілшіміз Жаңаөзендегі ауруханада жатқан Керееваға барып, оқиғаның мән-жайын сұрап білген еді.
Кеуде тұсынан пышақтан жарақаттанған Тұрсынай Кереева қазір Жаңаөзендегі ауруханада жатыр. Тұрсынайды күйеуі 30 жастағы Қанат Бейсенбаев үйінде пышақтаған. Онымен бірге туған әпкесі жеңіл жарақат алған. Бірақ Тұрсынай күйеуін кінәламайды. Полицияға Қанаттың атына арыз жазудан бас тартқан. 5 жыл отасқан күйеуінен осы күнге дейін жамандық көрмедім дейді. Ондай ауырмайтын еді, ішпейтін еді, например, керіскен еді, бүйтіп маған қол көтермейтін еді, пышақ түгіл. Осы забастовка, осы алаңда жатты, осы адамдармен бірге, жұмысшылармен бірге, ағайлармен. Тұрсынайдың айтуынша әріптестерімен бірге алаңға ереуілге шыққан Қанаттың мінез құлқы соңғы бір айда күрт өзгерген. Түнде ұйықтаудан қалған ол жиі өзіне және отбасына әлдекімдер қастық қылама деп қорқып жүріпті. Талғат деген бала звондайды дейді маған дейді. Талғат жұмыстасы өзінің бұрын араласып жүрген жігітті, например, сол звондап айтады дейді. Қанат жұмысқа шық деп сондай әңгімелер айтады. Қорқытып. Білмеймін да оны. Трудовойыңды алып кет, бірдеңе деп айтады дейді. Мен айтамын, ол кім ол деймін да, например, ол бастық емес, ол отдел кадр емес, кәдімгі простой шофер, менің жолдасым сияқты да, танимын ол жігітті. Мен ойлаймын, может, қорқыта ма, білмеймін да, айтпайды оны бізге, ештеңе айтпайды. Тек айтатыны мылтық дейді. Үйімді жарайын деп жатыр, Тұрсынай, айтшы, балдарым бар, 3 балам бар, үйімді еңбегімен салып, үй салып жатырмыз, мама, менің қасынан. Қанат Бейсенбаевпен бірге жұмыс істегендер оны тек ақ көңіл, қолынан келмейтін жоқ шебер жігіт ретінде сипаттайды. Көршісі әрі әріптесі Қайрат Түгелбаев та Қанаттың әйелімен келіседі. Соңғы кездері Қанатқа белгісіз біреулер жиі телефон шалып кеткен еді дейді. Осы алаңға келіп, түнеп жүрді, күндізде түнде осы жақта айтыр. Халықпен біргемін деп жүрген адам ғой. Оған неге жалпы деймін де, оған телефондар әртүрлі нөмірмен соғады. Өзде айтпайды мысаға деймді, кім десең, ана ғой, мына ғой дейді мысаға. Бірақ соған қарағанда ол біреулер мүмкін звондап қорқытқан шығар. Слабый адам тауып алған шығар. Солай ойлаған шығар біреу мүмкін де, кім біледі. Әрқашанда мысаға әлсізге тимей ме, ауруда әлсізге жұқпай ма, сол сияқты ғой. Жаңаөзендегі алаңда отырған мұнайшылардың дені Бейсенбаевтың дертіне оның ереуілге шығуы себеп болды деген ойда. Қазір Қанат Бейсенбаев Ақтау қаласындағы психиатрлық диспансерде емделуде. Дәрігерлер оның жағдайы мен ауруының диагнозы туралы айтудан бас тартып отыр. Туыстарының айтуынша Қанаттың халі әлі жақсармаған. Керісінше адам баласымен тілдесуді қойды дейді. Бүгінгі күннің маңызды оқиғалары туралы тілшілер дайындаған жаңалықтарды көрдіңіз, бізден ақпарат күтіңіз.